Сәлем қыздар, мен есімім Дана Мырзақұлова. Бүгін сіздермен капкейки жасайтын боламыз. Ең әуелі каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және де құрбыларыңызға, подругаларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Капкейкиға бізге не нәрсе қажет? Разрыхитель міндетті түрде көтеру мақсатында, ванилин дәмін келтіру мақсатында, какао қарайту мақсатында, весы міндетті түрде, және де сүт, закрома. Байқаған боларсыздар, мен тек қана закроманы қолданамын торттарға. Одан кейін сахарная пудра, және де 2 жұмыртқа, сонымен қатар 10 елгезерден өткіземіз, және де миксер, сонымен қатар капкейки жасауға арналған осындай капсулаларымыз қажет. Міне, осылай қазір барлығын қосып шығатын боламыз. Немесе мынандай ыдысқа қоссаңыздар да болады. Қонақтарға берген кезде дастарханға әдемі көрінеді. Ал ендеше сіздермен капкейкиді бастаймыз. Закрома міндетті түрде комнаталық температура, яғни 1-1,5 сағат алдын ала мен закроманы шығарып алғанмын. Осыдан қазір мен ең бірінші закромамен, одан кейін барып сахарная пудраны жақсылап араластырамын. Граммның барлығын видеоға астыңғы жағына қалдырып кетемін. Және де міне сахарная пудраны қосамыз. Барлығы пакетикте тұрады негізінен. Мен өзіме удобно болу үшін осылай ыдыстарға салып аламын. Килограммдап алған выгодно. Асып кеткенін алып тастаймын. Міне бір шетке қоссаңыздар, осы жақсы асып кеткенін алып тастап отырасыздар спокойно. Міне, осы екеуін енді жақсылап араластырамыз. Яғни закрома мен сахарная пудра екеуі біріккенше жақсылап 1-2 минуттай араластырамыз. 2 жұмыртқаны қосып жатырмын. Осыны да жақсылап біріктіріп, одан кейін сүтті қосатын боламын. Сүттен қыздар обычно домашний да бола береді. Маған өзіме лактель ұнайды. Егер үйдегі домашний сүтті қолданам десеңіздер, оны да қоссаңыздар болады. Сүтті қосқан соң мен араластырмаймын. Бірден артынша ванилинді қосамын. Яғни құрғақ өнімдерді қосамын қазір. Ванилин, міне, 1 чайный ложка. Одан кейін разрыхительді қосамын. Разрыхитель примерно 10 граммда қосамын. Бір шетке қосамын әдейі. 10 грамм қостым. Енді құрғақ өнімге тағы да бізге какао жатады. Какаоны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Егер шоколадный емес, ақ капкейки болсын десеңіздер, какаоны қоспай қойыңыздар. Ал мен шоколадныйды жақсы көретін болғандықтан какаоны қосамын. Какао 50 граммнан астырып қоспаймын. 50 грамм. Какао міндетті түрде Малайзияны қолданыңыздар. Сол кезде, как рахатскиға қарағанда, Малайзия какаоның дәмі бәрібір жақсы шығады. Как ішіне шоколад қосқан сияқты боласыздар. Міне, ендігі кезек бізде ұнның кезегі. Сөйтіп барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізесіздер. Барлығын міндетті түрде ситадан өткіземіз. Одан кейін барлығын миксермен бір араластырып жүреміз. Сонымен біздің капкейкіміз дайын болады. Міне, миксермен жақсылап араластырып алдық. Қыздар, лопатканың көмегімен алсаңыздар, барлығы шетінен қараңыздар, тап-таза болып алынады. Енді кондитерский мешок, мен сіздерге бірінші видеода кондитерлік заттарды байқасаңыздар, осы туралы ақпараттың барлығын айтып өткен. Енді осыған банка немесе бір кружка мұқып қойсаңыздар, өздеріңізге удобно болады. Қазір, міне, духовканы алдын ала ысытып аласыздар, 180 градусқа алдын ала ысытасыздар. Міндетті түрде барлық нәрсе пісетін кезде ыстық духовкаға баруы қажет. Сондықтан бір 5-7 минут алдын ала ысытып аласыздар. Какаоны бұдан да қатты көп қосып берсеңіздер, жаман болып қалады, дәмі қышқыл болып қалады. Сондықтан 50 граммнан какаоны асырмаңыздар.
нанның барлығын қоспаймын, жартысын қосамын. Одан кейін қалған жартысын кеп болған соң тағы да қосамын. Қараңыздар, егер мен наған қазір бірден құйып шығатын болсам, асты жабысып қалады. Жуатын кезде де кішкене қиналамын. Өздеріңізге удобно етіп, осындай капсулаларды алып алсаңыздар болады. Бағасы 900 теңге ма тұрады сондай. Ішінде 100 штуктан көп болады, 100-120 штуктай болады. Енді осыған мен барлығын кеп шығамын. Қараңыздар. Астын кескен жоқпын, астын енді кесемін. Барлығын енді кеп шығамын. Дәл осылай. Мына жаққа, келесі жаққа. Мына. Жарты бөлігін мұнда құйдым. Енді қалған бөлігін осындай коробкаларға құямын. Бұны духовкаға салған кезде қыздар уайымдамасаңыздар болады. Кейбіреулер күйіп кете ма деген сияқты қорқып жатады. Жоқ, күймейді. Тура осылайынан шығады. Ең соңында бетіне крем жақсаңыздар да болады. Бірақ мен сіздерге қазір тек капкейкидің рецептісін көрсетіп жатырмын. Міне. Духовкаға қазір салам 20 минуттай, 25 минуттай духовкада тұратын болады. Әркім духовкасы әртүрлі, біреулердікі жай қызиды, біреулердікі қатты қызиды. Сондықтан минутын нақты айта алмаймын, бірақ 170-180 градусқа. Сондықтан әйнекшесінен міндетті түрде қарап тұрыңыздар. Ал ендеше духовкаға салып 20-25 минуттан кейін оралатын боламын. Қыздар, сіздермен бірігіп жасаған капкейкіміз дайын. Міне, қараңыздар. Жұмсақ болып тұр, былайынан басқан кезде де осыған крем жақсаңыздар да болады. Енді сіздерге біреуін кесіп көрсетейін, ішкі көрінісін. Қараңыздар, қандай жұмсақ екен. Көрдіңіздер ма? Какаоның иісі прям шоколад сияқты болып иіс шығып тұр. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер, сіздерге советую. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрінсін десеңіздер, будильник, яғни колокольчикті басып қойсаңыздар, сіздерге менің жаңа видеоларым барлығы бірден көрінетін болады. Ал баршаларыңызға сәттілік, отбасыларыңызды тәтті дәмділермен қуантып жүре беріңіздер.